құрметті көрермендер, бұл DKB Trader Академиясы каналы, YouTube каналы. Жалпы бұл каналдың мақсаты биржалық нарықта дұрыс бағытта білім беру және дұрыс бағытта ақпарат беру. Және соның мақсатында біз студенттермен арнайы интервью аламыз деп шештік. Өйткені интервью барысында сіздер студенттің көзқарасында биржалық нарықты барынша түсінетін боласыздар. Және бүгін бізде қонақта Нұртаза. Нұртаза, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Интервьюға келіскеніңізге, даусым естіліп тұр. Интервьюға келіскеніңізге рахмет. Біріншіден, бұл жерде жалпы біз трейдинг саласының көп адам болатын кезде, дәл Қазақстанда трейдинг саласы енді еніп жатқандықтан, бұл сала жаңа бағытта, енді жаңа мамандық десе болады, жаңа бағытта келе жатқандықтан, барынша қарапайым тілде көріп отырған көрермендерге, халқымызға түсіндіруге тырысамыз. Ең алдымен өзіңізді таныстырып өтсеңіз, жалпы бұған дейін немен айналыстыңыз? Жалпы бұған дейін болғанда мен негізгі мамандығым журналистика, бірақ оған қосымша мен хоббиларымды как мамандық ретінде алып жүремді, дополнительно өзіммен бірге, негізгі мамандығымен бірге. Бірақ соңғы жылдары мен мамандыққа байланысты көп саланы көрдім. Көп салада істеп көрдім, жасап көрдім, өзім проекттер жасап көрдім. Бірақ соңғы кездері осы нелерге, трейдингқа, сауда-саттыққа, бизнеске көбірек көңіл бөле бастадым. Себебі бұған дейін мен журналистикадан бөлек әкімшілікте жұмыс жасап көрдім, әкімшіліктің пресс-службасында жасап көрдім. Жаңағы мемлекеттік қызмет қой, ол былайша айтқанда, сол мемлекеттік қызметкерлермен бірге жұмыс жасап көрдім. Одан кейін жаңағы Америкаға кетіп қалдым да, спорт несімен бойынша каратэден жарысқа кетіп қалдық. Одан кейін мен жарты жылда Америкада болып келдім. И сол жақта осы трейдинг туралы естіп, думан туралы естіп, сол жақта Америкадағы жергілікті қазақтардан, нелерден кейін былай қызығатын, не істеп жүр, қалай жасап жүр бұл жұмысты. Бірақ кейін мән бермей кеттім. Бірақ Қазақстанға келгеннен кейін өзіміз білетіндей пандемия болды, көптеген бизнес орындар жабылды. Дәл сол кезде мен отбасымен бірге отбасылық шағын ет бизнесімен айналысатынбыз. Ол да как бы пандемияға байланысты мейрамханалар нелер көп жабылды да, одан кейін біраз уақытқа дейін бір жұмыстың несі қысқарды, жұмыс уақыты деген сияқты. Одан кейін мен онлайн жұмыстар іздей бастадым, как қарапайым адамдар ретінде онлайн жұмыс іздей бастадым. Оның ішінде мен инфобизнеспен айналыстым, таргетингпен, сайт жасаумен, неше түрлі жұмыстармен жасап көрдім. Инфопродюсер болып та көрдім. Кейін сол пандемия кезінде сол думаның несін алғаш бастап жатқан кезде курстарын қарап жүрдім де, екінші лекте жазылып, думанда лайфпен күнделікті азанда отырып оқып, сөйтіп жүріп, оқып десетім де іздендім. Кейін ютубтан қарадым, телеграмдағы информацияларды қарадым, солай несетім. Бірақ кейін пандемия кішкене реттеле бастағаннан кейін мен негізгі жұмысым жаңағы ет дүкенінде кәдімгі сатушы ретінде, сол жаққа как поставщик ретінде жұмыс істеп жүрдім. И кейін жартылай спортпен айналысу керек болды. Өзім жүзумен айналысам қазір, каратэ емес, жүзуге ауыстырдым, спортменді, хоббиімді. Одан бөлек дизайнерлікпен айналысам, ерлерге арналған этно модерн стильде жаңағы қазір Мади деген кісі бар, Марио Мади деген жаңағы Франциядағы қазақ кісі, сол кісімен бірге дизайнмен айналысам. Оған қосымша осы трейдинг, инвестиция саласымен өзім ана жақта тапқан табысымды көбейту үшін осы салаға көңіл бөлдім да. Одан кейін қазір осы жұмыспен айналысып жүрмін. Өте тамаша. Енді мына әңгіме дейін сізге немен айналыспадыңыз деген сұрақ дұрыс келетін шығар. Өйткені қарап отырсам, мына салада да болса, жалпы инфобизнес онлайн табыста да жақсы. Енді қорытындылай келе, бұл жерде сіз трейдинг саласын Қазақстанда емес, Америкадан барып білдім деп тұрсыз ғой, яғни Қазақстанда жүрген уақытта трейдинг туралы мүлде естімедіңіз. Жаңа өзіңіз айтыңыз, Америкаға барып. Қазақстанда шет жағасын еститінмін, бірақ нақты не зат екенін толық түсінбейтін, кухнясын түсінбейтін. Өйткені бізде
мамандар қазақ тілді неде орта жоқ та, орта қалыптаспаған. Орыс тілді нелерде бар, бірақ бізде жоқ. Жақсы. Жаңағы Америкаға барған уақытта бұл жерде бұған дейін немен айналыстым дегенде, сіздің жалпы бизнес саласында, әртүрлі салада болғаныңызды білдік. Ал Америка мен Қазақстанды салыстырып қараған кезде мынау айтып жатады ғой, жұмыс аз Қазақстанда, мүлдем былай өзіңнің қалаған жұмысын таппайсың, Америкаға барып жұмыс тауып кетесің, ол жақтан аяқтан көтеріліп кетесің дегенге оған не дейсіз? Екі елде де ол жағына мен толық келісе бермеймін, себебі ол жақтағы адамдардың өмір сүру салтын, қалай не істейтіндерін барлығын біз барған кезде көрдік. Себебі айтады ғой, оңай жерде нан жоқ дейді ғой. Адамдарда ой қалыптасқанда барлығы оңай деген сияқты. Негізі еңбектенсең, Қазақстанда отырып та сол Американың жұмысын, сол жақтың жалақысын алып, сол жақтың несін жұмыстануға болады да, істеуге болады. Оның бір несі бізге келген жаңағы инфобизнесте онлайн жұмыстар, онлайн оқуға байланысты онлайн жұмыстар пайда бола бастады ғой. Сол арқылы бізге инвестиция тезірек жетті деп ойлаймын. Ал Америкада нақты тренинг, инвестиция деген сала олар үшін қалыпты нәрсе да, кәдімгі күнделікті өмірде қалыпты жалақы ретінде былай негізгі жұмыс ретінде қарастырмайды америкалықтар. Бұны қосымша жұмыс ретінде қарастырады. Себебі бұл уақыт жағынан тиімді болып тұр да, уақыт жағынан ше адамдарға. Түсінікті. Саяхаттауына, жұмысына деген. Жақсы. Негізі дұрыс айтасыз. Адамның жалпы өзінің талпынысына, өзінің еңбегіне байланысты ғой, ол қай мемлекетте болмасын. Ол жолын тауып, амалын табуға болады, иә. Енді трейдинг деп жатырмыз, жалпы бұл қысқаша тілмен айтқан кезде бұл қандай нәрсе, не нәрсе бұл? Трейдинг саласы, Думанның өзі парақшасында трейдер боламыз, биржалық нарық дейді, ол қандай нарық? Осы трейдинг деген сөзбен осы саланы қысқаша түсіндіріп өтесіз ба? Бұны жалпы былай алсақ болады, нақты трейдинг деген саланың өзі инвестиция деп қарастырайық. Өйткені біз әр адам өзіне, болашағына, қажеттілігіне инвестиция жасап, сол арқылы өзінің керекті нәрсесіне қол жеткізеді ғой. Ал инвестицияны қалай жасау керек, қалай дұрыс жүйелі құрастыру керек, оны бір қысқаша тілмен айтып кетсек, жалпы трейдинг деген өзі бөлек сала ретінде қарастырсақ болады да, инвестициядан бөліп алатын болсақ, трейдинг ол жалпы трейдингтің өзінің біздің жасап жүрген трейдингтің несі, мысалы айтайық, екі түрі бар да, трейдинг екі түрі бар, инвестицияның екі түрі бар деп қарастырсақ болады. Мысалы инвестор деген кім деп айтсақ, көп адам мысалы елестетеді, өзің білетін инвестор деген кезде Уоррен Баффет елестетті. Мысалы Coca-Cola қалай инвестиция жасап, қазір оның CEO-сынан да жоғары зарплата алады Америкадағы. Мысалы одан бір 4-5 есе жоғары зарплата алады да Уоррен Баффет. Бұндай неде жаңағы инвестицияның екі түрі бар дедік қой. Инвестицияның екі түрі болғанда инвесторлардың көбі немесе бір жылдық, 2 жылдық инвестиция жасауы мүмкін, ал Уоррен Баффет сияқты үлкен инвесторлар олар ондаған жылға жасап қояды. Сол арқылы олар өзінің несін табысын арттырады. И жұмыс істеп қажет емес та, былайша айтқанда, как дивиденд ретінде өмір сүреді. Солардың тапқан компанияның жұмысы олардың да табысы болып есептелінеді. Ал трейдинг деген нәрсе ол күнделікті. Біреу мысалы миллисекундта, бір-екі минуттың ішінде мысалы $400-500 табуы мүмкін. Ал кейбір нелер бір аптаға дейін, мысалы swing трейдинг дейді, ол кезде бір аптаға дейін созу арқылы. Екі түрі болады трейдинг, day трейдинг, swing трейдинг. Мысалы day трейдинг деген сол күні, сол уақытта дедік қой жаңағы. Мысалы ол 1 минуттың ішінде болуы мүмкін, 1 секунд, какой-то бір 30 секундтың ішінде болуы мүмкін. Оны біз нақты айта алмаймыз. Өйткені ол маркеттің жаңағы сауда-саттықтың қызуына байланысты ғой. Бағаның өзгеруі, сатып алушылардың өзгеруі деген сияқты. Жалпы рискі көп, былайша айтқанда трейдингпен айналысудың рискі көп, бірақ соған сәйкес оның табысы да жоғары. Инвестиция ол тұрақты түрде сіз арнайы дайындалып, көптеген анализдердің, шешімдердің нәтижесінде келетін нәрсе.
Мен жалпы түсінгенім осы, және соңында трейдингпен айналысқың келе ма, инвестициямен айналысқың келе ма деген нәрсені мен нақты айта алмаймын. Өйткені әркімнің қалауы әрқалай да, мысалы көбірек пайда тапқысы келген адам көбірек рискке барады деген сияқты да. Сондай. Иә, жалпы дұрыс айтасыз. Енді бұл жерде сіз студент ретінде, менің ойымша студент ретінде сіз инвестицияны, ол түсінікті инвестиция деген нәрсе. Бұл академияның студенті ретінде сіз трейдингтің түрлерін айттыңыз, иә? Ал қарапайым жалпы адамның трейдингті білмейтін қарапайым халықты білгісі келетіні, ол мынау Қазақстандағы келіп жатқан ол не нәрсе, ол онлайн трейдинг деп жатырмыз. Жалпы трейдер деген сөздің өзінің аудармасы бар ма? Бұл қандай нарық? Дәл осы жауапты естігім келді сізге. Трейдер деген қарапайым тілмен алайық, бұл онлайн саудагер ғой, былайша айтқанда. Көп адам ойлайды, мысалы трейдер деген, трейд деген сөз, мысалы сауда деген сөз да. Мысалы World Trade Organization дейді, дүниежүзілік сауда ұйымы деген сияқты. Трейд деген сауда деген сөз да. Трейдер деген саудагер деген сөз ғой, былайша айтқанда. Саудагер, мен өзімнің болады, саудагер деп алсақ болады. Мысалы көп адам ойлайды, бұған көп вложение салу керек, көп нәрсе ақша салсам көбірек пайда табамын деп ойлайды, бірақ ол мүлде ондай емес. Қарапайым тілмен трейдерлардың жұмысын, өзіңіздің жасап жүрген жұмысты түсіндіріп кетейін. Трейд деген нәрсе ол жақта сіздің нақты тауар не жоқта, ол жақта акция, тауардың бір бөлігі да. Соны сіз сатып алып, сату арқылы немесе ұзақ мерзімде ұстап отырып, біраз уақыттан кейін сату арқылы пайда табасыз да. Соны трейдинг біздің неде, как сауданың не түрі ғой. Былайша айтқанда рынок арада делдал жоқ қой, сатып алушы, сатушы ғана да. Ортада алып сатарлар болмайды да. Рынокта мына сатып алушы мен сатушылар екеуі тұр, болды. Басқа ешқандай нелер болмайды. Былайша айтқанда, қарапайым тілмен айтқанда, бұл сауда саттық та. Ол көптеген маркет платформаларда, мысалы Американың Нью-Йорк қор биржасында, Nasdaq деген қор биржасында, S&P 500 деген, S&P 500 деген жағы қор биржаларының несінде сауда саттық жүреді. Олардың арнайы платформалары бар, маркет алаңдары бар деген сияқты. Сол жақта акционерлер, мысалы, ол жақтағы топ компаниялар, Facebook болсын, Instagram болсын, Tesla, WhatsApp, Zoom, тіпті соңғы кезде шығып жатқан вакциналардың өзінің стоктары бар, акциялары бар. Оны сатып алу арқылы, мысалы, біраз уақыттан кейін көбірек пайда табуға болады. Мысалы, iPhone телефон шықты деп ойлайық, сол кезде, мысалы, акциясын сатып алсаңыз, белгілі бір уақыттан кейін, мысалы, iPhone 13 алсаңыз, келесіне де ол бір 3 ай шыққан уақытынан 2-3 айдан кейін оның бағасы өсуі мүмкін, себебі оның нарықта тауарлары сатылып жатыр ғой. Компанияның несі көбейген, активі көбейгеннен кейін сіздің де неңіз көбейеді деген. Алған акцияңыз да көбейіп түсесіз ғой. Иә. Жақсы, иә. Ол бір жағынан, екінші жағынан жаңағы сауда саттықта алған әсер етуі мүмкін, күнделікті шығып жатқан жаңалықтар деген сияқты. Жақсы. Мына трейдер деген енді біз түсінгеніміз бойынша онлайн саудагер деп алдық. Жалпы трейдер өз ағылшын тіліне аударған саудагер, иә, онлайн саудагер. Жаңағы акция сатылады деп жатсыз, ол ненің акциясы? Компанияның акциясы ма, жоқ тауардың акциясы бөлек болады ма? Және нарықты кішкене түсініксіз болды да, нарық деп жатсыз, ол дәл қандай нарық, оған қалай көру керек? Оған арнайы білім керек, біріншіден. Себебі ол жерде сіз мысалы салған ақшаңызды какой-то миллисекундта жоғалтып алуыңыз да мүмкін, егер нақты біліміңіз болмаса. Себебі ол жерде егер біліміңіз болса, сіз салған ақшаңыздан 2-3 есе пайда табуыңыз да мүмкін. Немесе сол күнгі нарықтың өсу несіне қарай, процентіне, пайызына қарай пайда табуыңыз мүмкін. Мысалы, көптеген адамдар депозитте сақтайды, бізде Қазақстанда мысалы 9% банкте сақтайды. Көп адам жинағы ақшасын, ал Америкада ондай тенденция жоқ. Америкада осындай мықты компаниялардың акцияларын алып қойып, акция ретінде сақтайды.
сток дейді ғой, сток акциясы. Мысалы, бір компанияның бір бөлігі ғана, соны сіз иемденесіз да, акционерсіз сол нені. Ал ол жақта нені айтсақ болады? Қарапайым тілмен трейдингтің жұмысын былай түсіндіретін болсақ, мысалы, маркет дейді. Маркет деген біздегі как магазин деп алайық та, бір үлкен магнум деп алайық. Ал ол жақта сататын тауарларды акциялар деп алайық та. Мысалы, акциялардың бағасы осы ақпан айында төменде, келесі айда доллардың көтерілуіне байланысты, болмаса жалақының көтерілуіне байланысты қымбаттайды. Мысалы, осы айда сіз алып қойсаңыз, келесі айда қымбатқа сатасыз деген дейді. Сондай қарапайым тілмен алғанда да. Ал қанша мен кірсем, қалай бастасам деген сұрақтар олар көп жиі келеді менің өзіме соңғы күндері. Себебі тұрақты түрде істеп отыру мүмкін емес. Өйткені ол жақта да минустар болады, ол жақта да фейлдар болады. Мысалы, сіз қымбатқа алып арзан сатып жіберуіңіз мүмкін, баға түсіп кетеді деген сияқты сондай рисктер болады. Жақсы. Сонда онлайн саудагер болу арқылы жаңағы сіз айтып жатқан биржалық нарық дедіңіз, иә? Биржалық нарықта акцияның төмен уақытысында сатып алсам, мен ол белгілі бір уақытта көтерілген кезде мен оны сата аламын. Соның арасындағы пайда ол сол трейдердің пайдасы, иә? Содан пайда табады. Иә. Кәдімгі қарапайым сауда ғой, былайша айтқанда. Жақсы, бұл енді шыны керек, мен өзім бизнеспен айналыссам да, биыл осы трейдинг жалпы трейдер саласын биыл естіп жатырмын. Менің ойымша көп көріп отқан көрермендердің де көптеген сұрағы, көптеген ізденісі осы трейдинг саласы болуы мүмкін. Жалпы бұл саланы біз Қазақстанға еніп жатқан, Қазақстанға кіріп жатқан жаңа бағыттағы бизнес деп айта аламыз ба? Жалпы бизнесқа жатады ма бұл? Негізінен бизнес ретінде қарастыруға болады. Себебі көп адамдардың мысалы жинағында несінде ақшасы барды, бірақ қандай мысалы кәсіп ашсам деп. Мысалы қарапайым халықтың айтайық, мысалы біреу үй соғатын компания ашады, біреу үй жануарларын алып сатады, біреулер кез келген бір затты алып сатады, мебель жасап сатады, қарапайым нелерді. Мысалы біреулер кілем сатады деген сияқты. Бірақ конкуренттерін дұрыс таңдай алмау нәтижесінде олар болмаса сыртқы пандемия болсын, кез келген бір жаңағы рисктардан кесірінен олар не болуы мүмкін? Жабылып қалады, болмаса банкрот болады деген сияқты. Мысалы 100% ашылған бизнестің бір 10% ғана 10%-не жетпейтін ғана бөлігі 5 жылдан кейін өз орнында қалады екен Қазақстанда көп бизнестің. Бірақ пандемия почти 95% бизнеске әсер етті деп ойлаймын. Ал трейдингта ондай не жоқ. Мысалы, сіз барып, істеп, жасап көрмейсіз да, өйткені барлығы интернеттен құрылғы болса болды, телефон болмаса, компьютеріңіз болса болды, интернетіңіз. Видео тұрып та, қыдырып жүріп те, басқа мемлекетте жүріп те істей бересіз. Сол жағынан адамдарға бір жағынан уақыт үнемдейді, екінші жағынан күнделікті табатын жағы табысынан жоғарырақ табыс табуға мүмкіндік береді. И өздерінің жинаған жинақ ақшасын көбейтуге де көп әсер етеді. И оған қалай айтсам болады? Жүйелі түрде де, мысалы, ешқандай шығынсыз басқаруға, былайша айтқанда өзінің активін адамдарға шығынсыз басқаруға не береді, мүмкіндік береді. Дұрыс, сонда анау жалпы бизнестің өзінің дұрыс айтасыз, пандемия бізді 2-3 жылға алдыға жылжытып жүрсе деп айтса да болады. Өйткені қазір қайда аттап бассаң да барлық жер онлайн система, тіпті мына үйден шықпай-ақ барлық жұмысыңды бізге аяқтап беруге болады. Өйткені барлығы мынау көгілдір экранның ар жағында, қолымызда ұстап жүрген телефонның ішінде барлық нәрсе. Енді мына дәстүрлі бизнеспен айналысып жүрген кісілерге трейдингті бизнес ретінде қарастырса бола ма, жоқ әлде инвестор ретінде оны жаңа өзіңіз айттыңыз, америкалықтар қосымша табыс ретінде көреді деп. Өзінің жұмысы, өзінің бизнесі бар адамдар оны қалай алып жүре алады бұл нәрсені?
бұл нәрсені алып жүргенде жаңағы алдында айтқан неде трейдингтің екі түрі бар дедік қой, біреусі қысқа мерзімді, екіншісі ұзақ мерзімді. Егер өзімен бірге алып жүргісі келсе, жаңағы қосымша жұмыс ретінде, онда ұзақ мерзімді таңдаған дұрыс деп ойлаймын. Ал негізгі жұмыс ретінде қарастырса, ол күнделікті қысқа мерзімді трейдингті бастап істеген жақсы деп ойлаймын. Себебі уақыт жағынан, мысалы, Қазақстанда осы жұмыспен айналысуға өте екеуімен де айналысуға болады, екі трейдинг түрімен. Себебі Қазақстанның уақыты Америка уақытысына қарағанда 13 сағатқа алдыда да, Американыкі халық біздің уақыттан. Сол себепті негізгі жұмысын кешке дейін істеп келіп, кешке осы жұмысты істеуіне болады. Немесе инвестиция жасап қоюына ұзақ уақытқа. Иә. Например, мен өзім сондаймын да, күндіз жұмысым бар, өзім бөлек сыртта жұмыстарым бар. Одан бөлек кешкісін осы жұмыспен айналысамын. Екеуіне де үлгерем. Ана жаққа да, ана жаққа да. Иә, сөзіңізге қосыламын. Қазіргі ғасырда, тем более өзіміздің дүниеміздің қазіргі заманда бір мамандықпен жүрген адамды, енді жастар, әсіресе жастардың арасында бір мамандықты алып жүрген өте аз деп ойлаймын. Өйткені қайсысын алып қарасаң да, менің тағы мынандай бизнесім бар, мен осыны ашқым келеді. Яғни бір жағынан осы кейінгі ұрпақтың сондай нәрсеге көзі ашылып, қызығып жатқанды қуантады. Сізді тыңдап отырмын, керемет, жаңағы осыған дейін мынаны айналыстым, мынаны көрдім. Яғни неге көрмеске, осындай салаларды, осындай бағыттарды. Шын керек, осы Қазақстанның қазіргі уақытта маркетолог саласы деген өте көп болып кетті. Екінің бірі қазір маркетолог болып кетті. Сол маркетологтан кейінгі келесі этап осы инвестиция деп негізі өзіме жақсы идея алып отырмын. Рахмет. Енді мына жерде жаңа нарыққа кіру үшін ең алдымен білім қажет деп қалдыңыз, Ол білімді оқу ұзақ уақыт па? Бір қиын сияқты болып көрініп тұр да маған. Білімді оқу қанша уақыт алады? Мысалы айтайық, біз көбіміз Қазақстанда білім алу бір университетте оқу бір престиж ретінде қарастырылады. Америкада, дамыған елдерде, Европада болсын, көп елдерде университетте оқу аса бір мақтанатын нәрсе емес. Себебі адамдар 4 жыл білім алуы мүмкін, бірақ 4 жылдан кейінгі сол білімнен алған нәрсесін қанша уақытта қайтару мүмкін, қанша уақытта жүйелі түрде өзі қалаған жалақыға жұмыс істей алуы мүмкін. Мысалы, көп әсер ететін нәрсе да, жұмыстың несіне. Сол себепті трейдинг қысқа мерзімде де оқуға болады, ұзақ мерзімде де оқуға болады. Бұны ашып түсіндіретін болса, қысқа мерзімді қандай? Қысқа мерзімді негізгі базалық білімді, болмаса бір жүйелі түрде жұмысты жасай алатындай қабілетті қысқа мерзімде оқуға болады. Ол білімді қазір жүйеленген түрі бар. Мысалы, орыс тілді аудиторияда жасалған, оларда да осы дәл не бар, бірақ қазақ тілді аудиторияда әлі бір аналогы жоқ. Біздің оқытқан академия, Думаның ашқан Беки Бултрейдер деген академиясы қазақ тіліндегі қазір аналогы жоқ бағдарлама деп есептеймін. Себебі 10-12 күннің ішінде білім алып, жалпы жарты айдың ішінде бізде трейдер болып кеткендер бар. Оның бірі Сабира, біздің неде, Сағын, Нұрлан, көп нелер бар. Ал ұзақ мерзімді деген, ол оқып біткеннен кейін де тағы да ізденіп, тағы да бұл трейдингтің жаңа нишаларын, Америкадағы нишаларын, Европадағы нишаларын түсініп, мысалы, әр елдің өзінің трейдинг несі бар, қор биржасы бар да, Қазақстанның болсын, Американың болсын, Европаның болсын, әр мемлекеттің, Ресейдің болсын, өзінің қор биржасы бар. Бірақ ең танымалы осы Американың қор биржасы. Сол себепті жаңа тенденцияны түсінген сайын, сіздің біліміңіз артқан сайын табысыңыз да артады. Ал қысқа мерзімді неде сіз қаншалықты білімді аласыз, бірақ қаншалықты оған көңіл бөліп, сол қысқа мерзімді білімді өзің жасап көргеннің өзінде сіз қаншалықты уақыт бөлесіз, соншалықты практика жасасаңыз, сіз теорияны алдыңыз, практиканы жасасаңыз, соншалықты сізге табыс келеді. Мен түсінгенім, себебі мен оқуын оқып алдым да, бірақ ұзақ мерзімде жүріп қалдым да, бастамай істемей.
Кийин практикага келген кезде мен уже сәл ұмытыңқырап бастадым да, күнделікті үзбей жасап отырдым. Осыны оқып, түсінбеген нәрселерін сұрап командадан. Солай үйреніп кеттім. Мысалы, кеше мен өзімнің жеке рекордымды бұздым. Бір күндік $873 дейін барды. Бір күнде таптыңыз? Бір күндегі. Бұл орташа жалақыдан жоғары Қазақстандағы. 300-нің үстінде айналасында болуы мүмкін. 350-нің айналасында болуы мүмкін. Сонда үйде отырып, сіз жаңағы трейдингтан бір күнде 800, ол біздің теңгемен қанша болады екен? Теңгемен 365 мыңдай болады. Бұл енді орта жалақыдан жоғары десек те болады ғой бізде. Бұл америкалықтар үшін, минимум, біреулер үшін, көп адамдар үшін минимум жалақы болуы мүмкін. Американың негізгі тұрғындары үшін минимум жалақы болуы мүмкін. Бірақ одан бөлек те олардың дополнительный жұмыстары бар, күнделікті істейтін нелері бар. Бұл олар үшін хобби да. Бізде сондай хобби ретінде қарастыру керек, бірақ біздің қарапайым халыққа қалай бастау керек, не істеу керек деген сұрақтар көбірек туындайды да. Сондықтан бірінші бізде масса білім алмай, көбірек адамдар ізденіп қарамай, бұл нені ашып, өздері жасап көріп, өздері істеп көрмей, ешқандай нәтиже болмайды деп ойлаймын. Себебі адамның істеген нәрсесін адам істейді. Мысалы, ағылшын тілін біз YouTube-тан қарап оқып аламыз да қолдана аламыз ғой. Трейдинг та сол сияқты нәрсе да. Трейдингта ол да өзінің тілі бар. Трейдингтің кэндлдары, паттерндары, біздің фундаменталды анализ жасау, техникалық анализ жасаулар, мысалы солардың барлығы ағылшын тіліндегі мысалы грамматика сияқты нәрселер да. Біз соларды қолдану арқылы біз сөйлесе аламыз, не істей аламыз. Ал трейдингта жаңағы өзінің әдістерін оқу арқылы, білу арқылы, жасау арқылы табыс табамыз. Енді мынандай сұрақ қойайыншы сізге. Үйрену керек, білім алу керек, үйрену керек деп жатсыз да. Бірақ жаңадан неден бастайын дейтін адамға бір 3 немесе 4 этапын айтып өтесіз ба? Оны қалай үйренеміз, нені үйренеміз, нарыққа қалай шығамыз? Мысалы, мен әлі кішкене түсінбей отырмын, жаңағы акцияны алып сатамыз деп отырмыз да. Осы жерде отырып, Apple-дың акциясын мысалы мен қалай сатып аламын? Ол үшін жоқ әлде бір сайтқа кіру керекпін ба? Ол үшін жаңағы нені үйрену керек, нақты нені білу керек? Соның этапын айтып өтесіз ба? По этапына болғанда мен қарапайым тілмен мен өзім қалай жасадым, соны айтып өтейін. Түсінікті болу үшін. Мен бірінші жаңағы Думаның аккаунтын қарап жүрдім ғой. Одан кейін Думаннан сұрадым, өзім жазып, сұрап, сөйтіп курсқа жазылдым. Думаннан білім алдым бірінші. Бізді 11 күндей оқытты, жаңағы онлайн лайфпен күнделікті отырамыз. Содан кейін бізге демо счет дегенде демо аккаунт арнайы платформаларда жасаймыз. Мысалы, біз өзіміз TD Ameritrade, Freedom Finance, Interactive Broker, тағы Robinhood бар, тағы бірнеше нелер бар, америкалық платформалар, Ресейдің болсын, басқа субброкерлар болсын, сондай брокерлік компаниялардың демо счетында. Демо счет дегенде бұл трейдингті жасауда платформаларда екі түрлі не береді, мүмкіндік береді. Ол жерде мысалы біреуі реал аккаунт дейді, кәдімгі шын ақшаңызды салып, сіз сауда сатып жасайсыз. Екіншісі демо аккаунт. Демо аккаунт деген сізге сол брокер $100,000-200,000 көлемінде өздері, әр брокерді әртүрлі, әр брокерді әртүрлі болғанда, мысалы орташа немен біздің TD Ameritrade'да $100,000 береді. Сол немен практика жасайды. Маркет ашылғанда күнделікті сағат 8:30-да басталады кешкі. Түнгі 4-ке дейін өзіңіз білесіз, қай уақытқа дейін сіз сауда жасап біте аласыз. Сол уақыт аралығында сіз күнделікті жаңағы алған білімді, знанияны қолдану арқылы үйренесіз, қалай істеу керек, не істеу керек. Ол жақта демо счетпен реал аккаунттың ішіндегі сіздің басатын кнопкаларыңызда, жасайтын анализдеріңізде барлығы бірдей болады. Кейін аны жаққа барған кезде сасқалақтап қалмау үшін, рисктарыңызды дұрыс басқару үшін арнайы жағдай жасап қойған. Ол 30 күн болуы мүмкін, біреуінде 60 күн болуы мүмкін. Сондай күнге не береді? Демо аккаунтқа срок береді, чтобы сіз үйренуіңіз керек. Сол аралықта күнделікті жасап үйренсеңіз, сіз өзіңізге жақсы да. Ал кейін көп адамдарда сұрақ болады, сол платформаға ақша салғаннан кейін оны мен жоғалтып алмайын ба деп.
ол жерде мықты Уоррен Баффеттің өзі мысалы күнделікті 1,5 мен 7,5 миллиард доллардың арасында жоғалтады екен. Ал ол кісінің трейдингпен айналысып жүргеніне уже 15 жылдан аса уақыт болды мысалы. Кәсіби трейдерлардың өзі ол жақта ақша жоғалтып алуы мүмкін. Себебі ол жақта көптеген эмоция ойнайды, рисктер ойнайды, адамның ішкі сезімдері, шыдамсыздық болуы мүмкін деген сияқты көптеген нәрсе болады. Бірақ соңғы осы трейдингқа келгелі бір минус күндері аз болған екен, минус акциялар. То есть минус болған күннің өзін плюске жауып отыратын сәттер болды. Себебі мен 2 акцияны мысалы минусқа жапсам, 4 акцияны плюсқа жауып кетемін да, анау минусқа кеткен акцияларымды плюсқа айландырып жіберсем, сондай нелер болды да. Сол арқылы менде ешқандай бүйтіп минусқа кеткен күндер болды, 600 долларда кеткен, 300 долларда кеткен күндер болды. Бірақ мен ойлаймын, ол жерде мен жағы білімді дұрыс қолдана алмадым деп. Кейін бірақ соны түсініп, қайтадан қарап көрдім, жағы Думанның өткен курсы. Солай уже үйрендім, былайша айтқанда, кеше солай рекорд, өзімнің жеке рекордымды бұздым. Бірақ күнделікті неде қалай алу керек, қалай сату керек, оның барлығын бізде курста үйретеді, курста оқылады, жаңа қандай кезде сатып алу керек. Одан кейін бізге Думан жаңа лайв зуммен не қосылып тұрады, Америкадан прямой, сол жақтан біз қарап отырамыз, өзіміздің команда бар, жаңағы сол жерде трейдинг жасайтын адамдар бар, мысалы қай компанияны сатып алды, сатты, барлығын былайша айтқанда бір-бірімізге көмек бар да. Ал мен орыс тілді нелерді білем, трейдерларды. Оларда да бар, бірақ ол жақта бұндай суппорт жоқ та. Мысалы қай акцияны кім не алып жатыр, қалай сатып жатыр, ошибкаларын сұрайды, мысалы оны дұрыс түсінбей қалуы мүмкін деген сияқты да. Бізде бір плюс жағы команда оқып біткеннен кейін командада көбірек, команда практикада команда арқылы үйреніп кеттік біз, былайша айтқанда. Жеке өзіңіз қанша уақытта үйреніп шықтыңыз? Өзіңізге толық сеніп шығамын деген? Толық сеніп үйреніп шыққан нем 2,5 айда жасадым ғой, почти. 2 ай толық жасадым. 2 айда уже нормальный бола бастады уже. 2,5 ай болды ғой уже. Қазір уже күнделікті минусқа кетпеуге тырысамын. Сенімділік уже күн артқан сайын сенімділік пайда болады. Себебі не? Платформаның мүмкіндіктерін, әр кнопканың мүмкіндіктерін қалай сызу керек, қалай анализ жасау керек, дұрыс акцияны қалай таңдау керек, соның барлығын күнделікті жасағаннан кейін үйреніп кетеді адам. Күнделікті істегеннен кейін. Сонда жаңағы Думанды енді программда бар дейсіз. Ол кісінің жаңа академияның ішінде түсінгенім, курсты оқып аяқтағаннан кейін сіз жаңағы демо версия деп айтсақ болады. Демо версия деп тұрған жалған, яғни шынайы ақша емес, жай экранда көрсетіп тұрады, сол бойынша жапып тұрсыздар, иә? Енді сіз кеше рекорд жасадым деп жатсыз, бүгін 9-шы желтоқсан. Жоқ, ақпан, иә? 9-шы ақпан, иә. Сонда 8-ші ақпан күні, 8-ші ақпан 2021 жыл сіздің рекордтық негізгі ең көп табысыңызды жасадыңыз, иә? Енді әрине бұл сұрауға болмайды, бірақ маған қатты бір қызық болып тұр. $844 бір күнде табу үшін жаңағы вложение керек деп қалдыңыз. Қанша ақша болды сонда? Алып сататындай қанша ақшамен бастадыңыз? Алып сатарлықтай ол жақта мен 6 компанияға трейдинг жасадым. 6 компанияға трейдинг жасағанда $844 емес, $873 болды да бір күніне. Ол жерде көп адамның маған да келетін Думанның несіне жаңағы Инстаграмнан болсын, жан-жақтан маған осы трейдингке қатысты стористан көріп қалып жазатындардың көп сұрағы, бірінші сұрағы амандасып болғаннан бірінші сұрағы қанша вложение бастадың деп сұрайды да. Иә. Мысалы, жаңағы қарапайым тілмен алайық, маркетте бір картошка сатылады да, немесе арбуз сатылады. Соның несі бүгінгі бағасы 90 теңге болуы мүмкін да. Ертең ол 130 теңге болады. Сіз 90 теңгеден аласыздар, 130 теңгеден сатасыздар. Бұл қарапайым трейдинг та, кәдімгі ұзақ мерзімде болғанда
бүгін алып ертең сататын болмаса осы апта ішінде сататын не. Ал қазір алып қазір сататын нелер көбінде жаңағы курста өзі екі аккаунт бар, кэш аккаунт, margin аккаунт дейді. Margin аккаунт жаңағы сіз брокерден қарызға алып, мысалы $100 қарызға аласыз да бүгін. Зат түрінде мысалы сіз картошканы алдыңыз да $100 алдыңыз, бірақ сіз картошканы ертең қайтарып беруіңіз керек, немесе арбузды қайтарып беруіңіз керек обязательно жаңағы өздерінің сұрақтарында. Сол кезде сіз сол ертең мысалы оның бағасы 90 теңге болуы кетуі мүмкін да, бірақ сіз картошканы қайтарып беріңіз да. Бірақ оны сіз $100 алдыңыз ғой. Ертесіне сіз картошканы қайтарып берген кезде $90 оған бердіңіз өзіне. Бірақ ортадағы пайда сізге өзіңізге қалады. Зат күйінде де, акция күйінде, то есть. Акция күйінде өзің табыс. Аха, жаңағы менің орнымда. Мынау кэш аккаунт, margin аккаунт енді тіл білетін адамдарға ол бірден түсінікті шығар. Мысалы, кейбір кісілер ағылшынша фразаларды, ағылшынша сөздерді енді жай бір жерге мына жерге бір сөзді өзім оқи салып оны түсіне қоймайсың, оны көбіміз 90% аударамыз, оны аударамыз. Сөзіңізді тыңдап отырмын, сонда тіл білу маңыздылығы бар ма? Сіз енді Америкаға барып келгенсіз, бұл жерде түсініп отырмын да, және тілді жақсы түсініп отырсыз ба? Мысалы, себебі бір не айтайын, мына жерде қазір дамыған заманда, интернет бар заманда оны аударып ала салу болмаса Google-дан сұрай салу өте қиын жұмыс емес деп ойлаймын. Мысалы, buy zone, sell zone деген нәрселерді, margin аккаунт, cash аккаунт деген нәрселерді. Жалпы орыс тілде информация өте көп, бірақ қазақ тілде информация әлі әліппесі енді жазылып жатыр. Әлі шыққан жоқ деп айтсақ та болады әліппесі қазақ тілді аудиторияда. Бірақ бізде академияда арнайы сөздік бар, түсінбеген сөздерді болмаса чат арқылы жаңағы Discord чат береді бізге, мысалы оқып біткеннен кейін 14 күнге Discord чат бесплатно береді да. Одан кейін monthly fee жаңағы айлық төлем жасау арқылы қосылуға болады да. Одан бөлек жаңағы лайв трейдинг бар, мысалы тегін күнделікті несетін. Командадан сұрап алуға WhatsApp-та не бар, команда бар, мысалы түсінбеген кезде ше. Сол жерде мысалы кейбір сөздерді көп адам түсінбей жатады, себебі тілдік барьер әсер ететіні рас, бірақ жаңағы сөздіктерді оқу арқылы академияның жаңағы Думан байып сабақ өткен кезде ол доступны болады да, барлық адамға мысалы шектеусіз да. Өзі оқыған нәрсесін кейін де көре алады да, оқыған нәрсесін. Мысалы бүгін оқып келесі айда мысалы ұмытып қалуы мүмкін да, сол кезде қайтадан қарауына болады да. Ол жерде Думан барлығын жеке қазақша бізге үйретті. Әр сөзді аударып, түсіндіріп, сөйтіп ашып, көрсетіп беріп. Бәрі ағылшын тіліндегі информация болғанмен, біз қазақ тілде кітап оқып отқандай болдық та, қазақ тілді нәрсені оқып, үйренгенде білім алғандай болдық. Сол арқылы біз теория, практикаға келген кезде ешқандай не болған жоқ, қиындық болған жоқ уже. Солай айта беретін болдық та, buy zone, sell zone деп сататын жер, сатып алатын жер деген сияқты нелерді. Мысалы аккаунттың нелерін барлығын уже түсініп алдық практикаға келген. Иә. Енді бұл жерде білім алу, академия, жалпы оның барлығы сіз жаңа айтып отырған академия, оны сіз қалай таптыңыз, және екінші сұрақ, ол жерде тіл білу маңыздылығы, жалпы кез келген нәрсе үйреніп кетуге ол кедергі емес дейсіз ғой, мысалы, ол енді ойлап тұрмын, адамдар бір нәрсе жасамашын жай өзінің миына сылтаулар көзделеді. Егер де бір адам тіл білмеймін деп айтатын болса, онда жай ғана үйренгісі келмейтін сылтау деп қалдырсақ та болады. Мына академияны тағы да бір сұрап өтейін. Қазақстанда жалпы үйрететін орыс тілінде осы трейдинг саласында жалпы нарықта бірде бір академия жоқ болсаңда, бұл жай бір алып мысалы интернеттен салыстырмаңыз, қазір айтыңыз, мен Google-дан алып оқығым келе салады мысалы. Ол не айырмашылығы бар, ол YouTube-тағы бар нәрседен, үйреніп жатқан нәрседен қандай айырмашылығы бар? Ол жерде білім шашыраңқы деп айтқым келеді. Бұл жақтағыдай бір неде жүйелі түрде. Мысалы, ақш-та дәл осы білімді $2,000-3,000, минимум суммада $2,000 оқуға болады, осы нені. Өте қымбат, себебі бұның беретін пайдасы да сондай да, одан да көп та, 10 есе болуы мүмкін, 100 есе болуы мүмкін. Сол себепті бұл өте сондай қысқа курс болғанмен
қысқа нәрсе болғанымен өте қымбат. Ал думан бізге соны 10 есе арзан ретінде Қазақстанға қазақ тілінде алып келді да, бірінші адам ретінде. Сол себепті бір жағынан солай алуға болады, екінші жағынан орыс тілді үйрететін адамдар, мысалы жеке адамдар бар, бірақ олар нақты кейбір нәрселері думанда жоқ. Думанда бар да, мысалы оларда жоқ нәрселердің көбі думанда бар да. Өйткені думан алдында мен өзім іздегенде, жаңағы академия туралы зерттегенде, думан Уолл-стритқа қарасты бір компанияда жұмыс істегенде, жаңағы S&P 500 несінде, жаңағы хедж фондында жаңағы жұмыс істеп, сол жақта жұмыстанып, күнделік трейдинг жасап, практика жасап, мысалы мен өзім YouTube-тағы интервьюларын нелерін қарағанда, мысалы бір күнде 3 миллионға дейін жасаған нелерін көріп, интрига пайда болды да, қалай оны жасай алмаймыз біз. Мысалы тіл білемін, түсінемін да ағылшын нелерін, жақсы түсінбесем де, бірақ толық олардың айтып отқан нәрсесін түсіне аламын. Бірақ біз не үшін жасай алмаймыз деген сияқты нелер келді. Бірақ кейін оқи келе, түсіне келе, ол жақта практиканың маңызын, теорияның жүйелі түрде теориялық білім алу қажеттілігін түсіндім. Сол себепті сол жерде оқып, думанның несінде курсында, содан кейін қазір қосымша жұмыс ретінде қарастырып, күнделікті жұмыстан кейінгі екінші жұмыс ретінде қарастырамын негізі. Қазіргі уақыттағы енді трейдинг енді бәрімізде күн көріс дейді ғой, табыс саласы, күн көріс еді, бұл адамзат баласы болғаннан кейін кез келген нәрсе жалпы бізге ләззат беру керек, өзіне ұнау керек, ол нәрсе. Бұны мысалы жасағысы келмейтін кісілер болады, ұнамайды, мысалы инвестиция ұнамайды оған. Ол жаңағы өзінің ақшасын осыған салып, не болмаса, мысалы айтайықшы, менің бір 100 000 теңге бар, мен осыны айналысқым келді, мысалы маған тұрған ұнамайды, бірақ оны осылай салып қоя салып, оны акция арқылы көбейте аламын ба? Акция арқылы салып қойып көбейтуге болады, бірақ адамдар оны арнайы жаңағы айтқандай білім алу арқылы, жаңағы үйрену арқылы не істемесе, ол ақшасын толықтай жоғалтып алуы мүмкін, даже минусына кетуі мүмкін. Сол себепті адамдар бірінші базалық болсын білім алған дұрыс деп ойлаймын. Себебі рискке бармай, мысалы ешқандай не болмайды да, мысалы адамзаттың эволюциясын алайық, ешқандай революциясыз қоғамда эволюция болмағанда, тарих тілімен алсақшы, мысалы революция деген әрекеттері да, мысалы көтеріліс болсын, ол ата-бабамыздың соғысы болсын, кез келген нәрсе бір какой-то бір әрекеттердің нәтижесінде барып келді да. Трейдингтағы, инвестиция саласындағы әрекетті дәл сондай да. Сіз әрекет етіп, жаңағыны білу, түсіну арқылы, үйрену арқылы сіз сол нәрсені жасап шығасыз да. Соны айтқым келеді. Мысалы бір затты дәл сондай көшірмесін жасау арқылы, қарапайым тілмен айтайық, мысалы мектепте бізді мұғалім тақтаға мысалы ақпанның 9-ы, ақпанның 8-і сынып жұмысы деген сияқты нәрсені жазып қояды. Біз соны көшіру арқылы оның қалай жазылатынын, қалай дұрыс жазылатынын білеміз да. Трейдинг дәл сондай да. Жазылып дайын тұрған білімді үйрену арқылы біз қалай дұрыс жазу керек, қалай түзу жазу керек, соны түсінеміз, көреміз, үйренеміз, дәл сондай бұл жақта да. Бұл жерде тұрақты түрде күнделікті табыс тауып кетуге болады ма? Тұрақты түрде табыс табуға болады, себебі әр ненің, мысалы адамның инвестиция жасау стилі, өзінің оқыған тәжірибесіне қарай, оның табысын арттыруына белгілі бір несі бар да, мысалы мүмкіндіктері бар. Мысалы бір адамдар көп, мысалы 50%-дан 60%-ға дейін арттырып жіберуі мүмкін бір аптада табысын. Бір адамдар бар 20-30%-ға дейін арттырып жіберуі мүмкін. Ал біз жаңағы депозит, қарапайым дәстүрлі түрдегі инвестицияны жасау арқылы, мысалы Жилстройбербанк деген сияқтыға, мысалы болмаса Халық банк, Каспий банк деген сияқты депозиттерге салу арқылы біз 9%, болмаса 12%, әртүрлі өзі бағдарламаның жаңағы депозиттің тарифтеріне қарай
бір айлық не қылып көбейтуіміз мүмкін да. Ал бұл жақта мысалы сіз бір акцияның бағасы күндік процентке өседі да. Мысалы бір күнде мысалы 30%, біреуі 70% өсуі мүмкін бір акцияның өзі. Сіз соған мысалы белгілі бір көлемде сіз сума салған кезде, сол трейдинг жасап, сауда саттық жасаған кезде, сатып алып сатқан кезде, сіз мысалы төмен процент болып тұрған кезде сатып алдыңызда, проценті қымбаттады ғой, яғни акциясы өскен кезде сіз сатып жібердіңіз, үлкен пайда табуыңыз мүмкін да. Мысалы жақында GameStop, AMC деген компаниялар, Nokia компаниялар, BlackBerry, жаңағы Tesla мысалы былтырғы акциялардың ішінде ең көп не істегендердің бірі. Сондай сияқты компаниялар мысалы акциясы бірден өсіп кетуі мүмкін да, 3 есеге, 4 есеге өсіп кетуі мүмкін. Қарапайым мысал, жаңағы Тесланың несінде бүткіл автоконцерндардың құны, топовый компания, 20 компанияның құны бір Тесланың бағасын қазір мысалы, бір Тесланың активі, бүткіл дүниежүзі бойынша Тесланың активі 20 автоконцерннің, мысалы Toyota, Mercedes нелер бар ғой, солардың барлығын қосқан кезде бір ғана Тесланың активінің жаңағы күшіне жетеді да. То есть ақшасы соншалықты. Бағасы, бағалануы, то есть әлем бойынша жаңағы сатылым несіне байланысты жағдайы. Енді сіз оқуды оқып алғаннан кейін 2,5 айдың ішінде осындай доллармен айтып тұрсыз, соған қарағанда долларлы табыс деп түсінсек болады. Өзіңізді трейдер толық инвестормын деп айта аласыз ба? Мен өзімді инвестормын деп айта алмаймын, себебі мен күнделікті трейдинг жасаймын да, күнделікті лайв трейдинг жасаймын. Бірақ бір-екі компаниялар бар, инвестиция ретінде ұзақ мерзімге ұстап жатқан компаниялар бар. Мысалы Virgin Galactic деген компания бар, басқа планетаға туристер апарамыз деген жоспармен қазір жұмыс істеп жатыр. Жақында олардың ракеталары, нелері шығарып тесттен өтіп жатыр қазір. Күнделікті акциялары өсіп жатыр да. Ол жаққа да инвестиция жасап қойған, олар алдағы уақытта өседі деп күтіп отырып, болжап отырып, өйткені ол жақтағы сатып алушылар, сатушылардың біздің жасаған анализдеріміздің, командалық жұмысымыздың нәтижесінде қазір ешқандай минусқа кеткен жоқ. Жақсы, сонда мынау трейдер мен саудагер, онлайн саудагер. Трейдер мен инвестордың не айырмашылығы бар? Екеуінде де былай қарап отырсам, акцияға салып өсіре аласың, екеуінде де табыс таба аласың. Бірақ неге инвестор мен трейдерді солай екі бөліп көреді? Инвестор ұзақ мерзімді жаңағы инвестиция жасау арқылы дивидендін алу, күту арқылы да ол жерде кішкене шыдам керек та, күту арқылы. Трейдинг деген мысалы сол күн алдың, болмаса сол апта алдың, сол апта сатып жібересің. Яғни мен белгілі бір акцияны өседі деген үмітпен, мысалы мен айтамын, ертең ақылы өседі, мен оны сатып аламын деп, оны ұзаққа сақтасам, онда мен инвестормын. Ал егер де ол акцияны алып, мен сол күн сатты, ол күн акция түсіп кетсе, ол кезде не істейміз? Мысалы, акцияны алдым, ол өспей жатыр, мысалы өскен жоқ, мен не істеймін ол акцияны түсіп кетсе? Ол кезде сіз мысалы жоғалтатын сумаңыздың белгілі бір несін есептеп барып инвестиция жасау керек, бірінші. То есть трейдинг жасау керек. Екіншіден жаңағы күту керек. Бір апта болуы мүмкін, ол 3 күн болуы мүмкін. 3 күннен кейін мысалы ол қалпына келуі мүмкін. Сіз сатып алған сумаңыздың қалпына келген кезде сатып жіберсеңіз, мысалы сіз ешқандай нәрсе жоғалтпайсыз да. Ал одан жоғарғы неге кеткен кезде сатсаңыз, онда сіз әрине пайдадасыз. Жақсы, сонда толық үйреніп шыққан, оның тәжірибесі бар. Оны нарықтың ішін түсінем дегенше, шамамен орташа уақытпен сонда бір 1,5-2 ай уақыт кетеді деп тұрсыз ба сонда? Кез келген адам бастап кете алады? Жалпы кез келген адам түсініп кете алатын мерзім, практикада түсініп кете алатын мерзім, егер күнделікті жасаса, күнделікті мысалы бұл спорт сияқты да, трейдингті әр нәрсені мысалы адам жаңағы бір неде бар ғой, привычка, әдетті қалыптастыруға байланысты көптеген кітаптар оқыдым да, сонда әдетте қалыптасу үшін сіз оны күнделікті жасау керек та. Мысалы 21 күнде жасаған нәрсеңіз 60 күнде, 90 күнде ол толық сіздің әдетіңізге айналып кетіп алуда. Ол былайша айтқанда бір күнделікті бір уақытта келетін нәрсе емес. Мысалы
сіз осы апта жасап келесі апта жасамай істемей қойсаңыз мысалы ұмытып қалуыңыз не себебіңіз мүмкін да бір кейбір нелерін нюанстарын нелерін мысалы аптасына 2-3 күн тренинг жасап 2-3 күн тренировка жасаған адам мысалы спортпен айналысатын адамды алайық та 2-3 күн спортпен айналысқан адамның өзі кәдімгідей жинақы формада болады да ал трейдингте дәл сондай да бұл белгілі бір әдет қой трейдинг сіздің ақша табатын әдетіңіз да қосымша ақшаңызды көбейтетін әдетіңіз жұмыс та сол сияқты да мысалы сіз жұмыстану арқылы сіз өзіңізге пайда табасыз бұл да әдет ретінде да мысалы тамақтануды да әдет ретінде қарастыруымыз керек та күнделікті тамақтану арқылы біз сапалы өмір сүреміз ол біздің денсаулығымызға немізге әсер етеді деген сияқты трейдинг те дәл сондай сол себепті жаңағы думан айтқан білімдердің ішіндегі ең бірінші бізге үйреткен нәрсе сол әдет ретінде үйренуді ұсынды да себебі күнделікті практика көп болған сайын біз уақытты көп бөлген сайын бұл білімге жаңағы білімді алу арқылы практикаға білімге уақыт бөлген сайын бізге келетін табыс та соншалықты көп келеді мысалы кеше мен күнделікті 2 сағат 1 сағат қана уақыт жұмсайтын кеше мен толық бір күнімнің бір 4 сағатын кішкене көбірек уақыт жұмсадым да себебі мен көбірек анализ жасап көбірек білімді қолдану арқылы өз рекордымды бұзғым келді и мен нәтижесінде соған жеттім. Негізі өзіңіздің болашақта трейдингпен қандай жоспарларыңыз бар? Бұны ақша жинап осы трейдингтен ақша жинап соны бір компанияға салып инвестор боламын дейсіз бе жоқ әлде жалпы трейдингті қазіргі уақытпен болашақ уақытпен жоспарыңызға қалай дұрыс енгізсек болады өзіңіздің ойыңызды айтып кетіп шосқан қандай жоспарыңыз бар? Негізі жақсы сұрақ болашақта көптеген мысалы трейдингтің да өзінің эволюциясы бар да алда бізде artificial intellect дейді ғой яғни жасанды интеллектке байланысты технологиялық өзгерістер болуы мүмкін сол кезде соған сай білім алу керек болып тұр да ол мысалы мен егер не жасайтын болсам инвестиция жасайтын болсам мысалы трейдингті өзгертуге арналған artificial intellect жұмыстарын жасайды жасанды интеллектпен жұмыс жасайтын компаниялар болады ғой мысалы жүзеге асырып жасанды интеллектті осы трейдинг саласына енгізетін компанияға инвестиция жасайтын едім себебі бұл сала өзгерген сайын жаңағы интеллекттің әсерінен өзгерген сайын ол компанияда пайда табады ғой яғни сіз ешқандай минусқа кетпейсіз да сіз даму жолына жоғары қарай кетесіз екінші жағынан Қазақстанға бір думан секілді онлайн академия құрмасам да бір телефонға арналған автоматты түрде адамдар алып оқитындай телефонға арналған платформа ойлап тапқым келеді да мүмкін қазір думамен ол жағын ақылдасып жатырық мүмкін болашақта екеуміз бірге жасап шығарамыз ба сондай нені командамен бірге командаластардың ішінде де бар ғой сондай осы трейдингке нақты қызығып өз жұмыс ретінде не істейтін қарастыратын риск менеджментті қарайтындар солардың барлығы бірлесе отырып қазақ тілінде сондай бір платформа ойлап табу жоспарда бар инвестиция жағынан ол үздіксіз болып тұратын нәрсе ретінде қарастырамын деп ойлаймын себебі әр адамға күнделікті қажеттілігіне өзінің керек нәрсесіне саяхатына болсын білім алуына болсын инвестиция ол әр адамға қажет деп ойлаймын. Енді команда деп жатырсыз командада сонда командалық жұмыс оның ішіне не кіреді сіздер командамен ақша тапқан кезде ол барлығы жаңағы ортақ платформада отырады ма жалпы командалық жұмыс өзіңіз мысалы өзіңіз Нұртаза командамен жұмыс жасаймын деп жатсыз сонда біреуге көмектесе ма біреуге байта ма сізге трейд уақытысында трейд уақытысында мысалы сіз бір уақытта 5-6 компанияны бір уақытта қарап отыру нақты анализдерін жіберіп алмау ол кәсіби трейдерлардың өзінде мүмкін емес болуы мүмкін себебі айтады ғой бір бас жақсы екі бас одан да жақсы дейді ғой сол себепті ол жақта идея беретін адамдар болады мысалы сіз Spy деген компания CCL-ді қарап отырсыз басқадан Neo-ны Apple-ды қарап отыр да мысалы сөйтіп бөліп алуға болады да команда ретінде мысалы олар қарап отырады
$53 келді, дүйнөнү сатып алды да, баары бир дейді, сатып алдым деген сияқты. Себеби ол қазір өсет, мындай деген сияқты идея тастауы мүмкін. Сіз басқа компанияны қарап отырған кезде, ана компанияға басқа адам қарап отырады. Солай арқылы командалар бірлесе жұмыс жасаған нәтижеде сіздің келетін пайдаңыз да көбірек болады деп ойлаймын. Сіз жіберіп алмайсыз мүмкіндіктерді. Дұрыс айтасыз. Мына жерде кірген кезде нарықта компания алып сатамыз, Apple-ды қараймыз, тағы да бір компания атап өттіңіз, енді білген компанияны айтып жатырмын ғой. Ол белгілі бір уақытты алады ма? Мысалы, бүйтіп ноутбугын ашқан уақытта ол қалай шығады? Ол үшін сайтқа кіру керек па? Сосын жаңағы нарық биржанағы деп жатса, қор биржасы, ол қор биржасының өзінің уақытысы бар ма? Неге Қазақстанда дәл кешкі уақытта сол уақыт жағымен қалай кіру жағын, сол жағын айтып өтсеңіз. Бұл жақта арнайы платформалар бар. Платформа дегенде брокерлік компаниялар жатыр. Ameritrade, Freedom Finance, Interactive. Брокер деген осы маркетте жұмыс халыққа, мысалы, қарапайым саудагерлерге жұмыс жасауға арналған платформада. Ол телефонда болуы мүмкін, оның компьютердегі версиясы да, таблоидқа арналған версиясы, әртүрлі версиясы бар, бірақ бір компания болуы мүмкін. Мысалы, біз өзіміз жасайтын Ameritrade бар да, Ameritrade'де Thinkorswim деген қосымша бар. Оның компьютердегі нұсқасы да бар, ноутбуктегі, компьютердегі, телефондағы, сағатта да болуы мүмкін, сіз көріп отырасыз ба? Apple Watch'тарда қазір, Samsung Watch'тарда. Ол жақта жаңағы өзінің белгілі бір уақыты бар, себебі маркет деген нәрсе бар да, бұл маркет деген түсінік бар, қор биржасында трейдингта жұмыс істеген адамдарда. Яғни, былайша айтқанда, магазин ғой, бізде Magnum азанда 10-да ашады да, жұмыс уақытын 10-да бастайды. Ол жақта қор биржасының ашылатын уақытысы Америка уақытысымен сағат таңғы 9-да, біздің уақытпен 9:30-да, біздің уақытпен ол 8:30-да да, кешкі. Америка уақытымен таңғы 9:30-да. Одан кейін 8 сағат күнделікті болады, жұмаға дейін, дүйсенбіден жұмаға дейін. Сенбі, жексенбі, сосын Америкадағы мейрам күндері, мереке күндері ол жабық болады маркет. Яғни жұмыс істемейді. Жаңағы акцияны кіріп, алып, сатып жасау үшін өзінің арнайы белгілі бір уақытысы бар. Ол жаңағы сіз айтып өткен кешкі 8:30-да басталады дедіңіз, Сосын бір, мысалы, таңға дейін ашып бола ма? Қаншаға дейін дедіңіз? 4-ге дейін. 4-ге дейін ашып болса, сонда 4-ге дейін сол аралықта жаңағы трейдерлар отырып жасауыңызға болады. Жасайды, 4-тен кейін ол жабық болады, сосын барып мен ол жерде маңызды болған нәрсе, сіз маңызды емес, 4-ге дейін отыруыңызға да болады. 4-ге дейін емес, бір сағат, жарты сағат кіріп, мысалы, сауда саттығыңыз жасадыңызда, керекті пайдаңызды алдыңызда шығып кетсеңіз де болады. Ол сіз мүлдем жасамай қойсаңыз да болады сол күні. Барлығы өзіңізге байланысты да. Мысалы, сізге пайда керек болса, жұмыс керек болса, онда сіз күнделікті жасасаңыз болады. Мысалы, 8 сағат отырып, барлығын қадағалап, бір өте көп сумамен жасаған нелер болады. Мысалы, акциялары бір 3-4 сағаттан кейін түсіп кетуі мүмкін, немесе көтеріліп кетуі мүмкін деген сияқты. Негізгі сауда саттық сол азанда Нью-Йорк уақытымен айтып отырмын, енді біздің уақыттен кешке алғашқы 2 сағатта көптеген өзгерістер болады маркетте. 2-3 сағаттың ішінде көптеген өзгеріс болады. Сол себепті көп адамдар сол уақытта кіріп, сол уақытта жасап кеткісі келеді, істеп кеткісі келеді. Бірақ нәтижесінде барлығы бірдей сол кезде пайда табады деп те айтуға болмайды. Инвесторлар мысалы ұзақ мерзім ұстауы мүмкін, трейдерлар қысқа мерзімде 2 сағат, жарты сағаттың ішінде, миллисекундтың ішінде, 30 секундтың ішінде де, 10 секундтың ішінде де өзінің жасайтын нәрсесін жасап шығып кетуі мүмкін. Себебі, мысалға алайық, кеше өте бір трендта болған еді, Tesla биткоинға $1,5 миллиард салды деді. Ол акция мысалы 37-38 мың доллардан $42 мыңға дейін бір ақ өсті да, яғни 4-5 мың доллардай бірден өсіп кетті. Алдағы уақытта $160 мың өсуі мүмкін деген болжам келтіріп жатыр инвесторлар. Day trading нәтижесінде де кеше бір күннің өзінде $5 мың дейін бір акциясының бағасы солай өсіп кетті. Сол секілді ол жақта алғаш маркет ашылғанда барлығы сол акцияны сатып алуы мүмкін да, сөйтіп сатып жібереді қымбаттаған кезде. Солай трейдер, жалпы трейдер болу, трейдинг саласы
кез келген адам жалпы өзінің, грубо говоря дейді ғой, өзінің пайдасын кез келген жерде енді бос уақытты бос жүрмей өзінің пайдасын асырып әр нәрседен пайда көргісі келеді, былай айтқан кезде. Бұл жерде жалпы трейдер болудың сізге не қажеттілігі болды, ол сізге несімен, ақшасынан бөлек қандай өзінің пайдасын әкелді. Өйткені сіз уақыт бөліп жатсыз оған, иә, енді ақша да келіп жатыр, бірақ басқа қандай не берді сізге, трейдер болу не берді? Трейдинг бірінші жағынан уақытты реттеуге мүмкіндік берді. Мысалы, трейдингті істеу арқылы кейбір күн жұмысқа бармай қоюға да болады. Мысалы, мен өзімде қосымша жұмыс ретінде қарастырғаннан кейін кейбір күндері жұмысқа бармайтын күндер болады. Саяхатта, мысалы, басқа жаққа шығып кетуге, мысалы, жұмысым бар ертең, болмаса осы айда мен тығыз жұмысым бар деп ойламайсың. Мысалы, интернетімен ноутбугым болса, телефоным болсын, соны өзіммен бірге алып кетемін да. Жұмысымды жалғастырып, любой, мысалы, Дубайға кетіп қалуым мүмкін, Дубайда жасап отыруыма болады. Бірақ Нью-Йорктың уақытысымен әрине ол жақта уақыт разницалары бар, айырмашылықтары. Басқа қалаға кеткен кезде, мысалы, жұмысым бар деп алаңдамайсың. Одан кейін, мысалы, бастығың болмайды ол жақта, мысалы, көп несі да, сондай преимуществолар көп. Одан кейін өзімнің табысым аз болып қалады деген қорқыныш болмайды. Мысалы, айлық зарплатам 120 мың болса, мысалы 120 мың ғана мен уже лимитім болмайды да, мен одан да көп табуға менің мүмкіндігім бар деген сияқты. Одан кейін екінші жағынан шыдамдылықты өзің ішкі состояниеңді реттейді да. Мысалы, кейбір акцияларды көбірек құбылады, сол кезде шыдамсыз болып кетуі мүмкін да. Азартқа кіріп кету қаупі бар ма? Иә, азартқа кіріп кету қаупі бар, бірақ ол адамның ішкі несіне байланысты деп ойлаймын. Жаңағы егер бұл білімді жүйелі түрде қосымша жаңағы өзіне қажеттілік ретінде қараса ғана азартқа кірмейді деп ойлаймын. Егер азартқа кірген жағдайда, мысалы, болады біреу $100 000 табуы мүмкін да, ол адам ойлаймын ұйықтай алмауы мүмкін да. Біздің өзіміз, мысалы, кешегі рекордтан трейдингтен кейін 3-4 сағат ұйықтай алмайсың, тағы бір нәрселерді ашып көріп информациялар іздеп, ол как бы берілмеу керек, біздің неміз ретінде қарастыруымыз керек та, бірақ адам болғаннан кейін оны дополнительно тағы да табысын көп болса екен деп ойлайды да. Сол үшін жаңағы курста да бізде айтады, сол трейдинг psychology дейді, психологияға байланысты, мысалы, рисктарды басқаруға журналинг деген бар, мысалы, ол жақта көп, мен мысалы жазып отырады, күнделікті тапқан табысын, пайдаңды өзің жазып отырсаң болады өзіңнен штоп. Ішкі неңді реттеу үшін да қалай айтсақ болады, ішкі мынандай мақтаныш сезімі өзіңді не ретінде емес, как өзіңді марапаттау ретінде қарастыру керек та. Мысалы, сен қанша еңбектендің, қанша күш жұмсадың сол теорияны оқуға, сол білімді алуға, ізденуге, осы саланы меңгеруге. Мысалы, көп адам мысалы жасап кетпеуі мүмкін да, бірақ білім алғаннан кейін, олар жасай алатынын түсінгеннен кейін әрекет жасап, мысалы, мынаны ашып қарағаннан кейін, менің өзім мысалы басында ана схемаларды көріп, басымды шайқадым, себебі өйткені жаңағы нелерін, әр схемалар, мысалы, мыналардың барлығы информация өте көп та, мына жерде. Түсінбей қалам ба деген қорқыныш болды. Бірақ ол қорқыныштардың барлығы уақыт өте келе күнделікті істегеннен кейін, білім алғаннан кейін уже жойылып жатыр. Біртіндеп. Жақсы, мысалы, бір мысал алып қарайық, ситуациялық сұрақ болсын. Мен трейдингпен айналысқым келеді, бірақ оған жаңағы бастау үшін, түсінгенім бойынша акцияны сатып алу үшін де сенің қаражатың болу керек, иә? Өзіңнің қолыңдағы қаражатпен бастап кетуге болады дейді. Ал дәл трейдинг үшін оған аса бір қатты сеніп, қолдағы затымды сатып, сатып, бүкіл басқан кезде қолдағы затты сатып, әйтеуір жан-жақтан ақша жинап, бәрін алып келіп сала салып, оны білім алып, ойбай мен мықты трейдер боламын деп солай жасауға болады ма? Мысалы, өзіңнің бүл ақшаңды екі есе келеді да, сол нәрсені қызықтырып тұр мені. Көп адамның маған келетін сұрағы да, Думанға мүмкін келетін шығар, көп сұрақтар. Трейдерларға, мысалы, осындай не жұмыс істей бастаған кезде бірінші келетін адамдардан келетін сұрақ сол да, қанша суммен бастаған деп. Мысалы айтайық, жаңағы нарықтағы нені алайық,
онда алайық та мысалы күнделікті қолданыста оның сізге 2 кило керек болуы мүмкін, бір күні 5 кило керек болуы мүмкін да. Мысалы акцияда сол сияқты да. Сіз яғни килограмм аз болған сайын сіз какой-то бір бөлігін ғана аласыз да, 5 килоның. Акцияда сол сияқты да, мысалы 2 килосын сіз 300-400 теңгеге алуыңыз мүмкін да. 2 килосын. 5 килосының бағасы да сәйкесінше қымбат болады деген сөз да. Яғни сіз ол жерде минусқа кетіп қаламын деген не болмау керек. Себебі өте минимал суммамен де бастауға болады. Ол сіздің жасай алатын ішкі, мысалы, жоғалтуға дайын суммаңызбен бастаған дұрыс деп ойлаймын. Былайша айтқан кезде сіз мысалы ешқандай қорықпайсыз, мысалы 10.000 теңге болсын, 5.000 теңге болсын, сіз уже сіз неден то есть рисктен қашпайтындай суммаңыз болады. Арадан мысалы 2.000 теңге, мысалы қайда кетпей жатқан 2.000 теңге деген сияқты. 1000 теңге деген сияқты болады. Біреулер үшін көп ақша болып көрінуі мүмкін, бірақ ол сумманы сіз былайша өмірде де жоғалтып алуыңыз мүмкін да. Сол сияқты әр адамның мысалы біреу $1000 бастайды, біреуі $1 миллион бастайтындар бар. Бірақ негізгі менің кеңесім әр адамның өзінің жоғалтуға дайын суммасымен бастаған дұрыс деп ойлаймын. Яғни қазіргі уақыттағы өзінің баралатындай суммасынан. Қаншалықты деңгейіне, өзінің қандай суммада, мысалы жалақысына, оған қарамай кез келген суммада бастап кетуге болады. Иә? Болады, иә. Мысалы акцияның бір түсіндіріп кетейін. Мысалы Apple компаниясының несі $130-135 көлемінде болуы мүмкін да. Сіз бір акцияны полностью сатып ала алмайсыз ғой, мысалы ақшаңыз болмауы мүмкін да, бірақ сіз сол акцияның какой-то бір бөлігін сатып алуыңыз мүмкін. $10 татитын бөлігін ғана, $5, $3 татитын бөлігін ғана сатып алуыңыз мүмкін. Бірақ акция өскен сайын сіздің пайдаңыз да өседі деген сөз ғой. Дұрыс. Енді айтпақшы, акцияны сатып аламыз. Оның бағасы қанша болды? Мысалы, сіз нарыққа кіріп трейдинг жасап жатсыз. Мысалы, менің ойым, Apple Tesla компаниясының акциясын алу ол деген $1 миллион қазір көз алдына елестейді да. Сол сияқты егер де кез келген суммамен бастауға болады деп жатырсыз. Болады. Сіз $50 де Apple-дың акциясын сатып алуыңыз мүмкін, болмаса $10 де Instagram-ның Apple-дың акциясын сатып алуыңыз мүмкін. Сонда соншалықты бар ғой, $20, $10 акциялар бар. Бізде шер дейді ғой, мысалы қанша шер, бөлігі да акцияның бір бөлігін, қанша бөлігін, мысалы 35 несін бөлігін сатып алуыңыз мүмкін да, бір акцияның ішінде. 10 бөлігін сатып алуыңыз мүмкін. Оның барлығы курста оқып түсінген более түсініктірек деп ойлаймын, себебі менің өзім қазір бүйтіп ашып түсіндіре алмауым мүмкін, бірақ практикада оны бүйтіп көрсетіп жасап кеткен более тиімдірек те, бірақ бірінші кезекте білім алған дұрыс деп ойлаймын. Бірінші білім алып, содан кейін бастап. Сол кезде түсініктірек болады. Ішіндегі нюанстары, әліппесі, мысалы әліппені білмей жазу жазған адам қате жазады, сол сияқты кішкене білім іздену керек, білім алу керек деп ойлаймын. Қазір өзіңіз енді ақша жинап жүрсіз бе, жоқ? Қолға түскен ақшаны бірден акцияны алып сатып оны көбейтіп жатсыз ба? Жалпы ақша жинаумен, енді біз ақша жинау дегенге ойлаймыз, жаңағы қалған бір 500-1000 теңгемізді, не болмаса бір 10.000-20.000 теңгемізді бір жерге қояйын. Жинап, мысалы, 10.000 теңге жинайсың, ішіне 500 қосасың, 1000 теңге қосасың, әйтеуір өйтпейді бір айда, бір екі айда жиналады. Сіз енді қазір біраз нәрсе берді деп жатырсыз ғой, трейдер болу. Ақша жинау жағын, ақша көбейту жағына көзқарасыңыз қаншалықты өзгерді? Ол жерде мысалы көп затты мен өзім iPhone телефон алғым келеді да, ақшам жеткілікті, күнделікті табысымда оған жеткілікті болады. Бірақ ол жерде iPhone телефоннан гөрі маған акцияны алған тиімдірек та, өйткені акция белгілі бір мөлшерде өскен кезде сіздің iPhone телефоныңыздан 3 есе қымбат болуы мүмкін, 2 есе қымбат болуы мүмкін да. Мысалы Apple Car шыққан кезде ол қазір $135, $120, $127 акциясы мысалы
Amazondық сияқты өсіп кетуі мүмкін да. Бір жылдары Амазонның да акциялары $1200-1500 болған, қазір $3800 бір акциясының өзі. 3880 Амазон, бір акциясының өзі. Ол да белгілі бір мөлшерде аз болған, белгілі бір мөлшерде өте минимал суммада тиын тұрған нәрселер қазір қымбат. Сонда қарапайым бір адам биткоинда мысалы сол сияқты да болуы мүмкін да, биткоиннің акциясы. Қазір $42,000 ма, ол белгілі бір көлемде, қазір болжам бойынша $160,000 деп отыр да, бір акциясының бағасы. Сонда айлықтағы қарапайым бір адам мынау бір акцияны сатып алады, мысалы өзінің бір ақшасына бір 30-20 теңгесі бір акцияны сатып алып, ол сол акцияның компаниясының акционерім деп өзін айта алады ма? Айта алады. Себебі ол компанияның акциясын алып отырғаннан кейін, ол компаниядан пайда көріп отырғаннан кейін, ол толық сенімді түрде айта алады. Себебі сол компания арқылы өзінің күнделікті табысын тауып отырған адамдар бар да. Мысалы, бір ғана компанияға, Tesla компаниясында өмір бақи не жасап келетін адамдар бар. NIO компаниясында өмір бақи жаңағы инвестиция жасап келетін, басқа компанияларға инвестиция жасамайтын адамдар бар. Мысалы, олардың күнделікті жаңалықтарына, соңғы кездегі әсер етіп жатқан ситуацияларға байланысты олардың акциялары да сәйкесінше өсіп отырады, түсіп отырады деген сияқты. Жақсы. Негізі көп нәрсе түсінікті болды деп ойлаймын. Биржалық нарықта сіз енді студент ретінде, осы академияның студенті ретінде, каналдың өзі академияның каналы болғандықтан біраз ізденіп жүрген, дәл өзіңіз айтпақшы қазақ тілінде ақпараттар көп бола бермейді. Бұл жерде сіздерге жалпы қазақ тілінде барынша түсінікті тілмен айтуға тырысып жатырмыз. Нұртаза мырза, сізге көп рахмет. Бұл жерде енді соңғы бір кеңесіңіз, енді осы видеоны қарап, шешімін шығарайын ба, шығармайын ба, бастайын ба, бастамайын ба деп екі ойлы болады ғой. Интервьюларды көреді, неше түрлі ақпараттарды іздеуі мүмкін. Қандай кеңес білдірер едіңіз? Өзіңіз жаңа оқып, білім алдым, табыс тауып жатырмын деп жатсыз. Қалай оңай жолмен естіп үйреніп кетсе болады? Неден бастау қажет? Сол нақты 3 сұраққа жауап айтып өтсеңіз. Нақты 3 сұраққа бір ғана жауап айтқым келеді. Осы инвестиция саласында қазір хит болып жүрген, тренд болып жүрген Илон Маск та әлемнің нөмір 1 бай адамның бір ғана сөзімен айтуға болады. Every master was once a beginner дейді. Яғни бұл не? Әр мастер адам, мысалы өзінің мастер адамы бір кездері бұл істің бастаушысы болғанда. Сол секілді, мысалы, сіз қазір трейдингті енді бастап жатсаңыз, сіз белгілі бір уақыттан кейін мастер болуыңыз мүмкін да. Мысалы, біздің академия құрған Думанда, мысалы, тіл білмей Америкаға барып, тіл оқып, университетке түсіп, жаңағы компанияда жұмысты, Уолл-стритпен бірге жұмыстанып, осы акция саласын меңгеріп, соны қазақшалап алып келді де, қазір қазақ тілді аудиторияда мастер да, былайша айтқанда біздің неде мастер, біздің уровеньде мастер болуы мүмкін. Белгілі бір көлемде уақыт өткеннен кейін сіз де мен де мысалы мастер болуымыз мүмкін да, жоғарғы неге жетіп, өзіміз күнделікті үйренген жасаған сайын белгілі бір поэтапно биікке жетуіміз мүмкін да. Сол секілді әр адам бірінші білім алу керек деп ойлаймын. Одан кейін білім алғаннан кейін де тоқтап қалмау керек та. Мысалы, тоқтап қалған жерде ары қарай не болмайды, даму болмайды, эволюция болмайды. Яғни сіз үнемі революция жасап отыруыңыз керек та. Революция нәтижесінде эволюцияға жетесіз. Жалпы сол, көбірек ізденіңіздер, көбірек оқыңыздар, біліңіздер. Бұл негізі Қазақстанға келіп жатқан біреулер Форекс болуы мүмкін, біреулер ойлайды жаңағы биткоин деп ойлайды, біреу бинари, байтекс, неше түрлі көп қой қазір компаниялар. Сондай сияқты компания деп ойлайды да. Бұл жерде ешқандай қиындығы жоқ, қарапайым сауда-саттықта, былайша айтқанда, сауда-саттықтың модерн түрі, онлайн форматта бізге келіп жатқан модерн түрі деп қарастырсақ болады. Сонда бұны үйренген кезде бірден табыс табам, бірден ақшамды көбейтем деп те емес, бұны болашаққа кәсіби трейдер ретінде өзіңнің осы маңызды білім дейді ғой,
маңыздысы 1 миллион табу емес, маңыздысы сенің 1 миллион құны тұратын білімің болу. Яғни осы нәрсені трейдингтен толық ала алдыңыз. Және де ары қарай алдағы сіздің тағы бір нәрсе қосып кеткім келеді. Сізде мысалы бір адам 10 мың доллар болмаса 1 миллион долларыңызды алып қоюы мүмкін, бірақ сіздің басыңыздағы сол 1 миллионға татитын білімді ала алмайды ешқашан. Сондықтан білім алу керек. Жақсы, рахмет. Біраз уақытқа, біраз минутқа созылған сұхбат болды. Шынымен өзіме де алатын идеялар, жаңағы қызығатын сала болғандықтан өте көп болды. Шын керек, енді алдағы уақытта сізден $844 емес, күніне одан да көп, 2 есе 3 есе болсын, күнделікті табысыңыз, трейдер саласында өз ісіңіздің маманы болыңыз деп айтқым келеді. Осымен біздің сұхбат аяқталды. Сұхбатты қорытындылай келе, сұхбатты жалпы түсіндірген осы The Cable Trader Академиясының студентімен біз сұхбаттасқан болатынбыз. Егер де алдағы уақытта өздеріңіздің ұсынып жатқан ұсыныстарыңыз не болмаса түсінбей жатқан сұрақтарыңыз болса, онда төменге жазсаңыздар болады. Жалпы биржалық нарық бұл іздену керек, көру керек сала болғандықтан, сондықтан ұялмай, қысылмай, ол енді қазаққа бар ғой кішкене, сұрасаң ол мені білмей қалады деген түсінік бар да, енді шыны керек ол нәрсені жасырамаймыз. Шындықты шындық деп айту керек. Сол үшін де білмей жатқан нәрселеріңіз болса, астына комментарийге жазып сұраңыздар, үйреніңіздер, біліңіздер. Әр қазақ жалпы инвестор болуға, трейдер болуға өзім жеке басымның ойы лайық деп ойлаймын. Сондықтан да көрермендерге де сәттілік, сізге де сәттілік тілеймін. Сау болыңыз. Рахмет сіздерге де. Сұрақтарыңыз болса жаза беріңіздер. Рахмет.